жағасынан жігіттерге от души рахмет. От души Димас. Вообще көргім келмейді, блядь, Давай. Құрметті достар, Ақтауға келіп жатырмыз. Квартира алып, орналасып жатырмыз. Қалай аты? Family Town дейтін жерде. Бір демейсіз үш. Приморск. Всегда на первом месте болыппыз. Всегда бірінші орында болыппыз. Бір дейтін жерде. Аллаға шәк дейтін бай Ақтауда. В общем, құрметті достар, Ақтаудамыз. Ақтаудың бір кайф жері. Моряның жағалауында полный гостиница, ресторан. Кайф та, енді осы. Моряның арқасы тұрған қала ғой. Бірақ атмосфера бөлек та. Осы тамақ ішейін деп жатқан жайымыз бар. Көрейік счет қаншаға шығады екен. Ақтауда қымбат па екен, или Ақтөбеде қымбат па екен? Бұнда былай қарап отырсақ. Спор қазір осы жерден басталады. Короче, бәріміз осы жерге карталарымызды қоямыз. Кімдікін сандайды, сол төлейді. Спор бастап кетті өзі. Жүрген жерім спор. Ақша шығарымыз келмейді ешкім. Давайте күтіңіз. Туризм өте қатты дамыған. Осыдан 2 жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаев осы Ақтау қаласына өте үлкен жоспарлар құрып, Қазақстандағы ең туризмі өте қатты дамыған қалалардың бірі қылып жасауға өте қатты бел буған. Активный отдых, кухня, апартаменты, клуб, караоке жетеді. Сол себептен, бірақ ең бастысы заранее, осы жаққа келетқан кезде заранее 2-3 күн бұрын хабарласып жататын орындарымызды тамақ меню мысалы тамақ сондай. Тамақ, бәрі тамақ. Тамақ емес, мынау барын заранее забивать етіп қойыңыздар. Осының бәрі кіреді. Ақтау, тәш қала. Бұрын 5 жыл бұрын келдік, Сақау екеуміз. Новый год жүргіз, 5-6 жыл бұрын. Вообще орыс болған жоқ, вообще. Даже вообще деп сөйлейтін адам болған жоқ, вообще. Орыстар көбейіп кеткен, гостиницаның бәрі орысша сөйлесін. Ал саламатсыз, здравствуйте деп. Ақтаудың бір қызық жері, көше жоқ, микрорайон, санмен айтылады бәрі. 13-12-14. Домашний телефонның нөмірін айтып отқан сияқты қызық. Жақсы, өте керемет. Димас планет тұрған сияқты бір жақсы жері. Шетелден де осы Ақтауға келіп жатқан қонақтар бар, басқа қаладан. Және қазақ туризмі дамып келе жатқанда мен өз басым қатты қуаныштымын. Қазақстанды дамытайық, атсалысайық, біз мақтаймыз. Көзің не көріп отырсың ба? Алға Қазақстанды көріп отырмын. Мына сотканы, төртеуміздің соткасын кім таңдайды, сол төлейді кіреді. В общем, родной, біреуін таңдашы, сол таңдаған адам счет төлейді. Біреуін таңда, сол күн счет төлейді. Енді жақсы телефон таңдайсың ғой, Павел. Иә. Ауқатты. Қайсы? Дима. Ақша шығарымыз келмейді ешкім. Мен сыртқа шыға беремін. Қорқама қалай.
Құрметті достар, біздер қазір данный момент ТРК Ақтаудамыз. Енді әрбір қаланың өзінің бір белгілі бір сауда орталық үйі болады. Келдік, көрдік, тамашаладық, халықпен бірге араласып, өте тамаша жер. Келсеңіздер болады, кеңес береміз. Аржан Бүркітай продюсер. Сіздерге қызық болу үшін біз көңіл күй сыйлап адамдарға осы жақта бәріміз болып атсалысып күшті видео дайындадық. Аржан продюсер Саламат екеуміз кішкене бір батыл жасап жүрдік. Сондықтан Ақтауға келетін болсаңыздар, міндетті түрде ТРК-ға соғып кетуіңіз болады. Өте жақсы, өте тамаша. Біз жалғастырамыз. Бұл жерге бір галочка қойып қояды. Кеттік. Так, құрметті достар, біздер қазір ТРК-ға кірдік. Осында жұмыс жасайтын ханымдармен бір сәл көңіл көтеру мақсатында разогрев болсын деген ойлаймыз. Кеттік көрейік, дальше не болады. Апа, саламатсыз. Здравствуйте. Сіздерде манты жоқ па? Манты сатпайсыздар ма? Манты? Манты. Манты. Тамақ бар ма? Көп керек па? Көп болғанда бір төртеу ма сондай? Штук па? Штук. Көп менде ақша бар? Көп менде ақша. 2.000. 5.000-ға шыға ма? Жоқ, 2.300 бір порция бар. 2.300? Бір порция заказ бер жүрейік, звондауға аламын. Точно аласың ба? Мен манты жегім келіп тұрады, просто мына жерге жаңа келіп. А плов сата ма, сұраңызшы, плов? Плов сатпай ма? Кафе ене емес? Осы жерде жегім келіп тұр. А мында сіз не сатасыздар? А мында бізде вкусно. Мына Не ол? Қайсы? Жоқ, ондай жемеймін. Манты жегім келіп тұр, қатты. Плов ше, плов. Андай қойы тамақ жоқ па? Мен водительмін ғой, таксиде жұмыс жасаймын. Ақша көп бізде. Яндексте істейміз. Күніне 500. Ой, неге Яндекс күшті ғой? Ой, жоқ, күшті, тез келеді. Ближайший расстояние қымбат алады, алыс расстояние арзан алады. Неге ол? Енді ол алыс расстояние болса, андай арзан алады ғой. А жақын расстояние болса, қымбат алады. Неге? Логика қайда? Сөйтіп ойластырған ғой енді. Жақын жерге жаяу барсын деп ойлаған шығар. Ақша төлегенше. Да? Алыс жерге. Есіміңіз кім, апа? Есіміңіз кім? Просто сұрайын дедім. Неге? Просто. Не как просто? Енеме ұқсап тұрсыз просто. Нервыма тиіп тұрсыз. Ойнап айтам. Бұл біз Ақтөбедеміз. Асаба продакшн деген бізде проект бар. Сол проект бойынша қазір сізден жаңынан камера түсіріп, қолыңызды бүйтіп қойыңыз. Рахмет көп. Көңіл күйлеріңізді көтеру мақсатында ғой. Жақсы. Апалардың көңіл күйін просто көтердік. Біз үшін кайф. Кеттік, дальше. Достар, біздер Ақтау ТРК торговый дом Ақтаудамыз. Біз тамада болғаннан кейін, тойда жүргеннен кейін бір тойда біздің ойнататын ойындарымыз бар ғой, бәріңіз білетіндей. Сол ойындарды біз тойда ойнатып шаршадық. Біз енді қызық болсын. Торговый центрдің ішінде ойнайттық сол ойынды. Екі саламат, өздеріңізге белгілі. Сако, цыган. Бізге бәрімізге белгілі селфи дейтін ойын бар. Сол селфиді қазір торговый центрдің ішінде екеуі жарысады. 15 минут уақыт береміз, жеге екеуінің араларынан кім көп селфи фото алып келеді, короче, адамдармен. Любой адаммен түсесіңдер, танымайтын көшеде жүрген адамдармен бәрімен түсесіңдер. Дайынсыңдар ма? Дайын. Уақыт 15:45, 20:45. Жарыс болып жатыр.
Hoş hürmetli dostlar, 15 minut vaqt o'tdi. Ilk бүкіл торговый центрде ishlayotgan адамдар бәрін фото түсті ғой. Ал көрейік, кімнен көп фото. Енді очень былай. Андай менен күліп түскен адамдар екеуі есептесін давай. Қуанып па? Иә, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Мысалы алмайды ғой мұны. Мысалы алмайды. Ладно, мысалы үшеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Бір адамнан 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Не өтсін дейді мен. 22 адаммен фотоға түсті. Қайда? Саконы өрейік. Артымен, есептемей. Зарлай, минус 0,5 получится. 1, 2, 3. Қойшы ше. Мынау келіп мына жерге тоқтап суретке түсіп алып. 4, 5, 6, 7, жоқ, 7, 8, 8 адам. Мен вообще любой жерде алдамын ғой. 22 адаммен фотоға түсіп, чемпион болған саламат цыган. Өте. Давай. Никогда операторларға қарамады. Чемпион цыган Сако 8 адаммен фотоға түскен, 22 адаммен фотоға түскен. Бірақ қиын. Ендігі ойын, короче, Мен кейін андай адамдарға түсіп қалдым, действительно. Менде де болды ондай. Жейше ме де? Жейше ғой деп өтіп кетті. Ана өтті маған, асауат сізбен суретке түсуге, көптен бері сізбен суретке түскім келіп жүреді деген ağzы. Мәз болып қалды да. Приятно. Маған жетті, жездеме ұқсайсың деп бүйтіп тұрады. Мен мына мужик айтам, я патаке суретке түсіп, жездеме ұқсайсың деп, қанша алмаймын ба? Давай. Вообще көңілді жақсы әдемі. Тойдағы ойындарды біз просто формат өзгертіп көрдік, халыққа айтып көрдік. Бірақ тойда оятқан оңайырақ екен. Негізінде, мына ойынды. Халыққа былай ойнатқан. Просто қаланда түсінбей жатыр. Ниет болса, любой жерде ойнай беруге болады. Чемпион цыган тағы да. Fatality, brutality. Шамалы. Ақтаудың жастарымен кездесіп жатқан жайымыз бар. Ақтаудың жастарына риза болдық, спортқа жақын екен. Ай, қарап
Это такое. Ақтаудың хиті ма? В общем, құрметті достар, фиш бешбармақ дейтінді Ақтауда ғана тек қана көресің деп басқа жерде жоқ. Ас болсын. Жип болғаннан кейін, короче, бәрінің бәрін айтамызсын деп түсіндіріп қалады. Дым қалмай деп тұр ғой. Все, поехали, ас болсын. Ехал.